кино түсіремін деп байып кеткен Дариға Бадықова өзінің туған анасын бағамын деп шаршадым дейді. Өз анасын бағудан шаршаған актриса және күйеуінен шаршаған актриса ажырасыпты. Толық нұсқасын видеоның аяғына дейін көріңіздер. Мен жоқ, оның өзінің анасы. Сіз енеңіз яғни. Иә, енем ғой. Мен бір нәрсені ғана кешірмеймін Дариға дедім. Егер де ана жігітпен дедім, Олжас қой. Осылай бір әңгімені естіп, соның бір несімен өсіп кетіп қалатын, осы содан басылған болса, мен сені кешірмеймін дедім. Мамамдарды бәрін асырап шаршадым. Мен өзім кетейінші. 1,850,000,000-ға. Содан келді үйге. Отырды да былай қопарып тастаған бейт. Демін алып алды да. Мен осы кинодан, басқадан ақшаны көтеріп, шетелге кетейінші. Мен шаршадым. Бәріңнен дейді. Кім айтады? Дариға. Өй, енді жарайды, бәріңнен болса да, енді анаңды үйтіп айтпа, енді. Қайтесің анаң ғой. Жарайды, деп қайтадан айтсыншы деп өтірік соны әңгіместе бұрдым. Осылайынан мен кетемін. Маған болды, кедергі жасамаңдаршы деп әңгімесін өсті. Осындай әңгімелерді бықсытып отырды. Жарайды, бірақ неге сол әңгіме осы 17-16 жыл ішінде айтылмады? Неге қазір айтылып отыр? Сен шынымен сол анаған көңілің кетіп қалған жоқ па деп, ана жерде ойбай. Басында телефонмен жаңағы немен телефонмен ғана естіп жүрген ғой. Анан енді көзінше естіген кезде истерикамен ойбай. Бүйтіп тура шашын бүйтіп жылмалаған сияқты болып. Ойбай, мен қайтемін деді. Не қынағамын деп жүр. Сондай истерикамен айтты. Содан тұрдым да кетіп бара жатты. Кетіп бара жатқан кезінде мен былай айттым. Сенің байлығын менің шайлығым дедім. Өзім жеттім деп жарайды сөйтіп ойлап тұрған шығарсың. Бір Аллаға тапсырдым. Бірақ егер де сен байлығың да керек жоқ, сенің ақшаң да керек жоқ, жарайды сен менікі деп тұрсың ғой қазір әңгімеңде. Сендерді асырап, мамамды деп тұрсың ғой. Ол сөздің бәріне қол қойдым. Мама деген сіздің енеңіз? Мен істеймін деді. Ойбай, жоқ, сен немене мені кім деп жүрсің? Мен сондай немін ба? Солай айттым. Жолың ашық, бара бер дедім.